Сөздің басы қатты болса, аяғы тәтті болады дегендей. Осы видеоролигімізді елдер, әйелдер, ветерандарымызға арнап жаздық. Ал ендеше бастайық. Тарих көбіне ер адамдардың есімдерімен жазылды. Оқулық беттерінде батырлар, генералдар, қолбасшылар. Ал сол батырлықтың көлеңкесінде қалған есімдер де болды. Олар әйелдер. Соғыс жылдарында әйелдер ерлермен бірге майданға аттанды. Олар жаумен шайқасты, жaraуларды құтқарды және де өздерінің жанын қиды. Барлаушы да болды, ұшқыш та болды, медбике де болды. Олай болатын болса, соғыс жылдарға шолу жасап, ветерандарымызға мың алғыс білдірейік. Қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 25 қазанында Ақтөбе қаласы Қобда ауданында дүниеге келген. Ол 7 жасында анасынан айырылады. Әлия Молдағұлова. Ұлы Отан соғысы жылдары 2-ші Балтық жағалау майданы, 22-ші әскер 54-ші арнайы атқыштар бригадасының зергері болды. 1942 жылдың 20 наурызында КСРО Қорғаныс халық комиссариаттың бұйрығымен жалпыға бірдей әскери оқыту бас басқармасы тұсында мерген нұсқаушылар мектебі ашылды. Әлия Молдағұлова мергендер мектебінің алғашқы тобында оқыды. 1944 жылдың қаңтарында Ленинград-Новгород операциясы барысында атқыштар бригадасы Псков облысында Новосокольники қаласы бағытындағы майданға жылжыды. Олар жау қорғанысын бұзып өтіп, қаланың солтүстік жағына шықты. Шайқастың шешуші сәтінде неміс әскері қарсы оқ жаудырды. Мерген қыз Әлия Молдағұлова жауынгерлермен бірге жаудың қарсы шабуылына тойтарыс берді. Кезекті шабуыл кезінде қолына жарақат алған Әлия қоян-қолтық ұрысқа қатысып, неміс офицерінің қолынан 2-ші рет жарақат алады және осы жарақаттан қаза табады. Әлия жаудың 78 солдаты мен офицерінің көзін жойды. КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 4 маусымда Әлия Молдағұловаға қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыр атағы берілген және Ленин орденімен марапатталған. Мәметова 1922 жылдың 23 қазанында Уральск облысында дүниеге келген. Ол жастық шағында ата-анасынан ерте айырылады. Сол себепті Алматы облысында өмір сүреді. Сол уақытта Ұлы Отан соғысы басталғанда ол медицина институтында оқып жүрген болатын. 1944 жылы ол өз еркімен Қызыл армия қатарына кіріп, 21-ші атқыштар дивизиясына қатысты. Сәлемет па қымбат апатай, сәлемдемеңді алдым, маған бірақ алма дейді. Туған жердің алмасын қол ұстау қандай ғанибет десеңізші. Сенің алдыңда өте кінәлімін апатай. Майданға сенен сұранбай кеттім. Кешір мені. Мәншүк Мәметова 1943 жылы 15-16 қазан күндері Невель қаласы үшін болған шайқаста ауыр жараланғанына қарамастан пулеметпен жауды қырып, ерлікпен қаза тапты. Ол соңғы деміне дейін өз позициясын тастамай, пулемет саптарын қысып, фашистерге оқ жаудырған. Тарихқа алғашқы қазақ ұшқышы ретінде енген батыр қыз Юас Оспанова 1922 жылы 15 мамыр Атырау облысында қарапайым отбасында дүниеге келіп өскен. Оның әкесі Қайыр Доспанов Астрахандағы орыс капиталистерінің ауыл шаруашылығында жұмыс істегенге қарамастан өзі білімді кісі болған. Ал анасы Меруерт мұғалім болып Зимой совершали до 10 вылетов, а
летом, когда ночь была короткая, 5-6 вылетов даже. Значит, брали 200 килограмм бомб там небольших под фюзеляж. И вот так, значит, их самолет был маленький, тихоходный, 130 км в час. Это вот как автомашины сейчас носятся. Поэтому он не мог летать днем, этот самолет. Он был добычей для истребителей. Там, если не ошибаюсь, 600-700 км в час. Поэтому их полк, значит, летал ночью. Немістер оларды түнгі мұстандар деп атаған. Ал ер әскери қызметкерлер командир Евдокия Пешанскаяның атымен әзілдеп Дункин полк деп атаған. Бұл 2006 жылы Хиуаз Доспанова әлі тірі кезінде түсірілген фильмнен алынған үзінді. Первый полет. Пересекли линию фронта. Пришли на цель. Я отработала. Потом нас поймали прожектора. Я говорю, чем попадать в плен? Я говорю, сделай ответственное пикирование до земли, врежься в землю, лучше подохнуть, чем попасть в плен. Тем более девчонкам попасть в плен немцам. Они нас потеряли, мы пересекли линию фронта и вернулись благополучно. Терпортта 1944 жылы пайда болды. Оған дейін қару ретінде тек тапаншалар ғана болған. Хиуаз Доспанова штурман, мерген болған. Алғашқы жарақатын Кавказдағы шайқастарда алды. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ қыздары аз емес. Солардың қатарына Халида Моманова да болды. Халида Моманова 1918 жылы 27 қыркүйекте Алматы облысында дүниеге келген. 1941 жылы мединститутты бітіргенде соғыс басталады. Сол жылдары жоғары оқу орнын бітірген маманға бірден лейтенант шені берілетін болған. Алайда Халидаға байдың тұқымы болғаны үшін ол атақ берілмейді. Тіпті медбике болып жұмыс істеуіне де рұқсат етпей, қолына күрек беріп өлілерді жерлеу жұмысына жегеді. Жоғары білімді батыр қызға осы себепті саяси сенімсіздік туындаған. Бұған қатты намыстанған Халида Моманова майданнан тікелей КСРО басшысы Сталинге хат жазады.